Так, ассалаумалейкум достар, қалайсыздар? Яндекс блоктарымызды жалғастырамыз. Машинамыз тазалап жуып қойдық. Дерзкий ол. Қалайсыңдар? Бүгін 5-ші желтоқсан сағат 11:05. Бүгін көбірек ақша жасап көреміз. Түнімен жүреміз. Әтей далаға шығарып түсіріп атырмын, чтобы сендерге демес үшін, чтобы жүрекке хорошо болуға. Міне керемет, міне тамаша. Қуанып жүр балаша. Далада тұман, жүректе күмән, бүгін қанша теңге табам деп. Ош, ақынсың ғой. Ақын бала қайда, әнін шырқамай ма? Болды. Өзі ерегес қыз. Так, бірінші тапсырыс түсті. Қаскелең трассасы бойынша деп жазып қойыпты. Ендеше қарсы алыңыздар, Шекен Айманов киностудиясы ұсынады деп. Сол тапсырысымызға бара жатырмыз. Бүгін максимальны жұмыс істейміз. Өйткені не? Қазақ балдарды жұмысқа итермелейтін не ол? Әрине достар, әрине кредит. Так, достар, тапсырысты алды. Кеттік. Тапсырыс алып алдық. Самый главный деп қойсын. Алтынорда базары. 55 минут жүреткенбіз. Қалан жоғар жағына олам. Оп, здесь. Так. Мандарин, картошка там, огурцы. Тағы бір нәрселер ғой. Әгіршік. Бәдірен. Десең. Сол, давайте. Тырылдамай тұрғанда видеоны өшірейін. Ей, мақтабектер. Таңға ас алып алайық өзімізге. Завтрак дейді ғой, завтрак. Так, таңғы ас. Тек басына жаңа, перекус қой таңғы. Үйден тамақ ішіп кеттің мұ жаңа? Соны жасап алдық. Let's go. Ағайындар. Так, достарым, жаңағы тапсырыстан Нұрма Барак мешітін не алып келдік. 4300 теңге болды. Парковкамен 4,5 теңге. Тамаша. Осы жерден намаз оқып алып шығайық, ары қарай кетейік. Мешіттен шықтық, достар, екінші тапсырысымыз келіп түсті. Кетіп бара жатырмыз. Ал, оқырмандарым, тапсырысты да алдық. Стол ғой мынандай, раскладной. Кеттік. Братва, 4280 теңге болды. Бензинге 3000, тамаққа 600 теңге құрттық. Қатты ақша санайды екенсіңдер осыңдар. Аңғылдап қалғаншы. Кеттік. Тағы бір тапсырыс. 2 точка. Долгая поездка дейді. Жаңағы жерден көпте алыс кеткен жоқпын. Даже алыста кеткен жоқпын, енді шықтым. Сол жерден. Ал, let's then go. Қаланың жоғар жағында пыстырлатып атырық қой. Так. Тапсырысты алып алдық. Полный машина. Лаваш. Дөнердің сыртын орай покрып алды десең. И батон. 2 адрес келген, біріншісі Жайсан 1 дейді. 43 минут уақытты алатын тапсырыс екен. Сондықтан да әңгіме айтайық. Давай.
Аманғали болып кеткенсің. Так. Мына жерде ешкім жоқ, былайда ешкім жоқ. Кеттік. Не айтайын деп отырмын? 100 дамас. 100 дамас деп мұн. 10 шақты дамас болып келеміз деген жігіттер. 100 дамас боласың ба? 1000 дамас боласың ба? Алматыда тапсырыс жетеді бәріне. Маған 10 000 дамас болып кел. Әркімнің өзінің бұйырған ақшасы болады. Оны сен ешкімнен тартып аламайсың. Саған ешкім оны тартып алуға да мұрсат бермейді. Сондықтан да бір-бірімізге кішкене былай дұрыстап қарайық. Жақсы? Жаулап алам деп. Көшені тілмей айтқанда өздеріңе көп алмаңдар дейді. Істеңдер, мақтаншақ деп айтысыңдар маған. Мен мақтаншақ емес, мен как ес көрсетіп отырмын. Оны мақтаншақтық деп қабылдап атсаңдар, өздерінің проблемаларында ол. Сол. Мен мақтанып жүрген жоқпын, мақтаншақ деп жазып қойды маған. Мақтансам мен өзім мақтанып жүрмін, саған бірдеңе деп атым. Мақтаным келеді ал. Не істеп аласың? Айтшы. Сол, бір-бірімізге деген кішкене сыйластықты жоғалтпайық. Бәріміз бір жолда жүреміз, бір аспанның астында өмір сүріп жатырмыз. Кербезденбей, қарапайым болып жүргенге не жетсін? Айтыңдаршы. Скоро саған заказ қалмайды. Раз-на-раз заказбен жарысасыңдар ма? Бір күнді прям как есть. Именно сол бір машина болып, екі машина болып жарысамыз. Определенный уақытқа қоямыз. Кім қанша табады, кім көп табады, сол жеңіске жетеді. Желание бар ма? Именно сол. 10 дамаспен келген браттардың жаңағы комментарий жазған жігіт. Сосын достар, кейбір оқырмандарым сұрақтары бар екен. Қайда нөміріңді берші дейді. Мен астына инстаграмымда тіркеп кетейін. Сол жерге жазыңыздар, подписаться етіп, сұрақтарын сол жерде қоя беріңіздер. Жауап беруге әрқашан дайынмын. Браттар, бірінші точкаға келдік. Лаваш пен батон түсіріп салдық. Екінші точкаға кеттік. Так, братва, 5100 теңге болды. Бұл тапсырысымыз. Бірінші вокзал жақта жүрміз. Әрмен қарата кеттік. Бірінші вокзал жақтан тағы бір тапсырыс. Қабылдадық. Кеттік. Let's go! Тапсырысты алдық, достар. Бетонға арналған красительдер 5 мүшек, 25 килограмм. Пигмент деді. Пигмент. Интернет сұмай қойдыңыз? Қазір көреміз қайда бар еткенбіз. Так, достар, осындай брусчатка өндіретін заводқа келдік. Түсіріп тастадық. Өндірістікі, біздікі, сіздікі десеш. Түсіріп тастадық. 4200 теңге жіберді. Әрмен қарата. Let's go, жігіттер. Жаңағы бетон заводтан шықтық. Тағы бір тапсырыс келді. Бетон завод деп қойған. Не жасайтын ше? Жаңағындай брусчатка ше. Соны жасайтын заводтан шықтық. Тағы бір тапсырыс келді. Сол тапсырысқа қарай үйтқып барамыз. Үйтқып дегенше. Тапсырысты алып кеттік, достар. Не екен? Lexus'қа арналған капот, крыло, бампер.
Соны транспортный компанияға алып салып жүру керек. Let's go. Так, тапсырысты салып жібердік. Мына осы фурамен кететін болды, Астанаға кететін жүктер. Бұл тапсырыс грузчигімен бірге. Сондықтан машинадан түсіріп, салып беріп, жіберу біздің міндетке кіреді. Так. Бітіре салайық. $5050. Клиент еще мынаған жерден тауып салып жіберген үшін $1000 қосты. Итого $6050. Табысымыз $18700, $3500 минус, общий тазасы $15000. Ал, өстіп айтайын ба сендерге? Десең. Кеттік ары қарай, сағат 5:30 болды. Әрімен қарайды. Влогымызды жалғастырамыз. Так, достар, YouTube тастар. $2700. Табысымыз $17000. Кеттік ары қарай. Сағат 6 болды. Так, тағы бір тапсырыс. Ұйқы келді ғой. Ұйықтап атсыңдар ма, Астарында болсын жіктер. 12 минут дейді масанчи. Кофейный тапсырыс. Так, екі елкі салып алдық. Сосын кеттік. Ой, бай. Таудың үстіне шығып кеттік қой, достар. Алла таудың ұшында жүрсің. Короче, ұшына баллон жарылып қалам ма деп уайымдап келе жатырмын ше. Деп әңгіме жүр жатыр. Сол жаңағы елкаларымызды әлі алып кетіп бара жатырмыз. Жете алмай кеттік қой. Міне білемін, тауға кетіп жатырмын. Көтеріліп кетті деген осы ма? Аңғарсай. Сұлтан деген подписчигіміз андап, жаңа мәз оқын. Мені адамдар істейді екен ғой. Тамаша. Сұлтан саған жалынды сәлем. Жап жалынды. Давай, вперед, жұмыс жаса. Ақша көтер. Баю керек. Қазақстан! Деп айқалап атсың. Өзінде адамдар тұрмайды ғой, деп ойласам, мынандай үйлер сапты ғой. Төмеде бәлеңсіңдер, деп ше. Күшті. Так. Алкеп тастадық. $5560 шыққан. Көкем. От душе, бауырыма. Әйтеуір келдің ғой. Бұл жаққа ешкім келмейді деді. $6000 берген ғой. Құшақтап, прагип қадап сағасың. Сондай мәрт адамдарда Аллах тағала берекесін бере береді. Тамаша. Ал қаланың төбесінде жүрміз, енді сәл төмен қарай түсу керек бізге, қалаға қарай. Чтобы бізге заказ болуға, чтобы душада хорошо жүруге. Деп әңгімен жыртып атсың. Новый қазақша, орысша сөз жасап аласың. Сол. Кімсіңдер деп ше. Лайк басыңдар ма айтпақша? Ұмыт кетпің басына. Лайк басып қойыңдар. Каналға жазылып қойыңдар жіктер деп. Көке разборка болып отырмын да. Рахмет. Жаңа жерден түсіп Әл-Фараби Жароков көшесіне жақындап едім. Тағы бір тапсырыс келді ағайын. Тапсырыс шығып кетсін ба ағайын деп. Сәл құба бастадық қой. Сөйтіп жүру керек қой бәрібір ше. Мен кейде байқаймын.
өзіммен сөйлеспедім. Сол кезде сіздер өй деп қойыңыздар, ше. Қалай жалпы достар, көңіл күйлеріңіз бәрі жақсы ма? Видеоны неге постоянно шығармай кетті деп сөкпеңіздер. Өмір болған соң бәрінде тірлік бар. Бұдан бөлек тағы да бір тірліктер бар. Оны бұл жерге салайын десем, бұл бағдарламаның аты, бағдарлама Яндекс күнделік. Яндекс күнделікке арасына бір блоктар тықып қойсам, бола ма, болмай ма деген сұрақ қой. Бұл тапсырысты да аяқтадық достар. Картамен төленеді 2700 теңге. Минимальный заказ. Байтұрсынова Тимирязевадан Сатпаева желтоқсанға. Хош, күшті. Ал, кеттік. Достарым менің золотой, әйелдері голубой десем. Не ғой? Сағат 8-ден 11 минут кетті. Бізде қазір 27 мың теңге, 28 мың деш. Сондықтан қаланың төмен жағына түсіп көреміз. Сағат 8-де қаланың ішінде заказ сәл аз болады. Сондықтан төмен жаққа қарай түсеміз, достар. Сол тағы бір тапсырыс. Төле би көшесінде. Поднимитесь на второй этаж и зайдите в Home Love. И на кассе заберите заказ 24282 дейді. Пиздец шарсын. Так, тапсырысты алдық. Қайтадан қаланың төбесіне. Ой, ё-майё, не істеді не мен өздер. Кеттік. Так, тапсырыс тап келдік, достар. Өзбешкі жақтамыз ғой. Қазір түсіреміз, кетеміз. Достар, 4800 теңге болды. Кеттік ары қарай. Жайлап бана Яндекс байқамай қалсын деп қаланың сыртымен құттай ғана үй жаққа қарай қашып батыр едім ғой. Қайда оратсың? Деп тағы бір заказ жеріп тұр ғой. 4 дискі дейді. Баллонымен дейді. R17 дейді. Чо там деп тұр ғой. Қазір көреміз. Развилка жақта жүріп қой. Дискін салып алдық. Жасқанатқа кетіп батырмыз, достар. Жасқанат қашам ауданы. Алматы қаласының аэропорт маңында орналасқан үйлері бар әсем микрорайон. Бұл тапсырысты да аяқтадық. 4150 теңге болды. Обратта 4200 теңге жіберді. Үй жаққа қарай ақырындап тарта берейік. 35 мың. Минус 3,5 мың. Таза 30 мың. Чо там? Сол. Тағы да видео деп. Тағы заказдар болса қосылам. Тағы заказдар болмаса, құрметті менің көрермендерім. Сіздерге рахмет. Сіздер уже 720. Мәкен ауыз. Акел. Let's then go. Қайқа барамыз? Безналичный. Солға қарай кетті. Жанға қарай кетті дейді. Ал кеттік онда. Тапсырысты алып алдық, достар. 17 минут уақыт жүреді екенбіз. 4 штук отыратын орындық. Кеттік. Сіздер лайковать етіп отырыңыздар. Ал мен кайфовать етіп отырамын. Сағат 9:30.
Ош, 920. Bunu da жеткіздік достар. 3130 теңге. Ага, давай, босс. Пуш. Так, братва. Зарядкамда болайын. Бүгіндікке осы блогымыз бітті. Ұнаса лайк басыңыздар. Общий табысымыз 45 мың теңге. Комиссионный анамномен 37.500 қалады. 37.500-ден минус 3,5 жаңағы бензин, жаңағы перекус. Сонымен таза 35 мың теңге қалады. Барлықтарыңызға қарағандарыңызға рахмет. Лайк басыңыздар. Үйде уже футболкамен жүрсің да, я. Міне менің екі қошақаным. Кутю.